Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен мен доктор Оразбек, жуырда қазақша медицина жобасы. Бүгін біздің келесі подкаст, ал подкастымыздың қонағы қазақтың ұлы. Өзі аты айтып тұрғандай, көптеген студенттерге жас болса да бас болып, өзінің ақыл кеңесін беріп, көптеген студенттердің қиналып тұрған кезінде оған кәдімгі қазақи ата болып, яғни ұлы болып та көмектесіп жүрген Азизбек, қош келдіңіз. Саламатсыз. Біздің подкастқа келгеніңізге рахмет. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Оқасы жоқ, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Енді біздің подкастымызды бастамастан бұрын екі шартымыз бар. Яғни кез келген студентке, не болса көрерменімізге осы подкастты соңына дейін көріп, жақсы ойыны қалыптастырып, өзінің түйген ойын комментарийға жазып кеткен екі студент немесе екі көрерменге өзіңіз жағынан сыйлық болса. Бірінші қатысушыға менің кез келген курсыма 50% жеңілдік болсын. Екіншіден бір кітап болсын. Қандай кітап? Осыны айта кетсеңіз. Не будет больно деген кітап бар. Соны сыйға тартсам деп. Естіңіздер ғой. Кез келген курсына қазіргі таңда Азизбек ұстаздарыңыз, яғни Азизбек емес, қазақтың ұлы деп айта салайын. Қазақтың ұлы көптеген студенттерге өзінің курстарын арқылы көмек беріп жатыр. Бұлай айтқанда простой курстар емес, именно медициналық курстар. Хабарлассаңыздар болады, аккаунттың астына жазып қоятын боламыз. Каналға тіркеліп қойыңыздар, сонымен қоса достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Құдай қаласа өте пайдалы подкаст болады деген ойдамыз. Ал біз бастаймыз. Қазақтың ұлы жалпы кім? Не үшін именно қазақтың ұлы? Неге Азизбек доктор немесе медик емес? Неге қазақтың ұлы бұл? Медицинаға қатысы былай айтқанда особо қатты емес. Бірақ сіз, мен білемін, қаншама студенттер сіз Азизбек екеніңізді даже білмейді, қазақтың ұлы ма деп тұрады. Қысқаша айтып кетсеңіз өзіңіз жайлы. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің шын толық аты жөнім Шырымбек Азизбек. Мен 6-шы курс студентімін. Осы ВОП специализациясы бойынша интернатураның 1-ші курсын өтіп жатырмын. Не үшін қазақтың ұлы? Енді біріншіден тақия келу керек, қазақтың ұлы деген себебім, біріншіден доктор Шырымбек немесе доктор Азизбек деген мен үшін басында менің атым доктор Ху деген болды, типа доктор Кто деген сияқты, потом Шырымбек болды. И маған банальный секілді болды, бәрі доктор болғаннан кейін. Ерекшелендіңіз. Кішкене бір елден ерекше болайық дедік. Мықты. Біріншіден, екіншіден қазақтың ұлы деген себебім, бізде Қазақстанда жалпы осы білім беру және де осы вообще медицина сферасында контенттер өте аз болғандықтан, бір қазақша бірдеңе, қазақи бір жастардың жылы деп сондай рухани жаңғыру деген проекттер болып кетті сол жылдары. Сол уақытта ойлап отырдым да, қазақтың ұлы деп қоя салайыншы, ақыры қазақ ел үшін бірдеңе жасап жатырмын, контент жасап жатырмын деп. Бір қазақтың бір ұлы болайын, осы қазақтың бір медицинасы бір көмегі тисін деген ниетте қойған. Осы жерде айта кетейін, жаңа айтып кеттіңіз, ерекше болу деп та. Мен білем, осы уақытқа дейін біздің университеттен біреуге бірдеңе білім үйрететін курс меніңше ешкім болмаған. Мен стоп гарантия беремін. Мен мантығып қалып қой. Мен ақша Елден ерекше демекші, өзі де былай айтқанда ерекше, өйткені біздің университетте мен білетін, мысалы үшін біздің сокурсниктердің арасында курс өткізіп, студенттерге білім беріп, өзінің қымбатты уақытын бөлісіп жүрген ешкім жоқ. Барлығы былай айтқанда ондай сферадан алыстап да Алматыда бар шығар, мысалы үшін қуанышты медицина жобасы. Ал біздің МУАда осы қазақтың ұлы, мен білетін соған ғой ерекше болып тұрғаны. Жалғастыра беріңіз. Қазақтың ұлы сол, қазақ ел үшін елдің ерекше болып. Мақсатыңыз сонымен? Біріншіден кішкене басқаша болайын дедім атым. Екіншіден қазақтың медицинасы үшін бір үлесімді қосқым келді. Енді үшіншіден личный брендке әдемі бір символика, бір әдемі бір атау ретінде өзім ойладым. Сол себептен қазақтың ұлы деп. Негізі личный брендтегі мақсатыңызды түсіндік. Енді өзіңіз жалпы қандай мақсаттарыңыз бар алдағы уақыттарда?
не бойынша, контент бойынша ма? Нет, не контент, студенттерге мысалы үшін оқып жатсыз да, одан да бір цель болу керек қой, мысалы үшін біреуге көмектесу арқылы, не болмаса Қазақстанның медицинасын жоғары деңгейге көтеріп тастаймын деген, не болмаса жаңа Инстаграмда да айтып кеттіңіз андай деп, осы образованияға кететін шығар, медицинада емес деген сияқты, ағартушылыққа деген айтылды оларда. Әлбетте ағартушылық жолы өте жақсы жол, бірақ мен өзімнің негізгі түбегейлі мақсатым бұл жақсы специалист врач болу, ол бірінші очередь. Екіншіден, ағартушылықты тастамаймын, оны бірге алып жүремін қосып. Алдағы уақытта қандай мақсат деген сұраққа жауап беретін болсақ, алдағы уақытта осы именно студенттерге байланысты өзім бір арманым бар. Болашақта енді үлкен бір мақсат, ол медициналық академия. Медициналық академия деген бір университет емес. Мысалға, балетная академия деген бар, мысалы жас ұландардың военный академиясы бар. Мен именно осы академия студенттерге емес, школьниктерге болады. Яғни оны бір болашақта министерство образования бір проект келісіп, егер де возможно болып жатса, алдағы уақытта Алланың қалауымен бір академия ашып, чисто 7-ші класстан кейін өзі врач боламын дейтін школьниктерді тесттен өткізіп, биология мысалға, содан өткізіп, химия биология бойынша өткізіп, и олар алдағы уақытта 7 жылдың ішінде 7-ден 11-ші классқа дейін оқыса, 11-ден кейін уже медициналық вузға түсіп, ары қарай оқуын жалғастырады. Кәдімгідей армиядағыдай условиялар жасап, общагада таңертең тұрып, сабағына барып, математика бәрін оқи береді, бірақ обедтен кейін жаңағы аздап анатомия, аздап физиология, дежурствоға тегін санитарлық қызмет атқарып деген секілді осындай бір нәрселерді ұйымдастыруда мақсатым бар. Не үшін ондай мақсат болып тұр? Универде студенттерде білім жеткізістік болып тұр ма? Не үшін мектептен бастау жасты? Не үшін бірінші, мен ойымша бірінші, екінші курста ондай қатты білім мықты емес? Бұл ойым неге келді? Вообще ағартушылық деген, помимо жаңағыда айтып кеткен академияны ашудан бөлек. Өйткені студенттердің, енді мен бәрін айтпаймын, ішіндегі бір 30% жақсы өз үшін оқиды, бірақ өкінішке орай 70% оқымайды деп айтқым келмейді, өйткені медке түскеннің барлығы сабақ оқиды, оқымайтын студент жоқ. Енді бар шығар бір 5-6% деп айтайық, бір аспанның бір салбыраған бір числоны аз бір мөлшерде. Қалғаны оқиды, бірақ проблема неде? Проблема ең бірінші осы медициналық вуздағы оқыту жүйесі өте әлсіреп тұр. Өйткені жылда әртүрлі жүйе қояды, жылда программа өзгертеді, оның барлығы әлбетте студенттерге өзіндік бір зиянын келтіреді. Соны мен кейде күйінемін, өйткені қаншама студент осы дұрыс емес жүйенің ішінде оқып, біріншіден желаниясы кетіп жатыр, өйткені олар қандай амбициямен түсті, қандай мақсатпен түсті, керемет қызығушылық, сол қызығушылықты өкінішке орай жүйе басып тастайды. Бұл бірінші. Екінші жағдай, студенттерге ақпарат көбісі су болады, өйткені су ақпарат көп, дұрыс емес әдеби көздер өте көп, ескірген кітаптармен оқиды. Мен өзім мысалға анатомияны 2001 жылғы кітаппен оқығам. Микробиологияны 1900 деңесінші, анау соны атын ұмытып қалдым, бір орыс ғалымның кітабымен оқығам. Рамазанова деген кітаптар, бұның барлығы ескі ғой. Қазір 20-шы жылдың кітабымен оқу керек. Неге соны жасамасқа деген секілді. Неге жасамасқа деген нәрсе бар ма? Сонымен жасамасқа? Сол себептен жайлап болса проблемалар өте көп. Соны мен кішкене болсын. Енді мен бір өзім оның бәрін істей алмаймын, әлбетте, бірақ сіздер басқа да бір студенттер осында ағартушылықты жолын алып, ағалық бір көмегін көрсетсе, бәлки 100% емес, бір көмегі тиер алдағы уақытта. Өйткені теориялық білім жақсы болған студенттің практикалық уақытымен келеді, опытпен ше. Мен осыны айтып опытпен келеді. Ал кейін врач болған кезде өзінің білімін алған, ақтап шығады, и одан керемет специалист шығады деген ойдамын. Поэтому бұл да бір үлкен нәрсе бір деп ойлаймын, ағартушылық деген. Мысалға, не үшін 6-шы курста сіз сияқты студенттер жоқ? Не үшін 7-ші курста мысалға Дениза, Перизат деген сияқты студенттер неге көп емес? Өйткені
кезінде осылай айтатын, бізге мысалы жол көрсететін адамдар болған жоқ. Мысалы үшін Перизатта болды, өйткені ол Веритаста болды. Денизада болды, өйткені ол тоже Веритаста. Нарбекте болды, мысалы үшін ол да Веритаста, бұл айтқанда шығып айтып жүрген. Мен де Веритаста болған, бізге хоть бірдеңе айтқан адамдар болды. Ал айтпағандар сол практикамен қалып кеткен. Мысалы үшін сіздерге де уже айтылған, өйткені сіз консилиумда болдыңыз, сіздерден алдыңғылар жайлап айтылған шығар. Сол нәтижесінде түсініп біліп осындай дәрежеге келіп отырсыздар да. Енді ойымша құдай қаласа біздің YouTube жобамызда былай айтқанда ағартушылыққа кіреді деп ойлаймын. Біреулерге мысалға конференция арқылы конференция залға жинайтын болсақ определенный адамдарды ғана жинай аламыз. Ал осындай видеороликтер істейтін болсақ біз шекарасыз кім қай уақытына кіреді, көріп, түсініп алады. Жақсы. Енді студенттерді жаңа айтып қалдыңыз проблемалары деп та. Қандай қасиеттер жетпейді? Мысалға мен өз көзқарасыммен айта аламын. Енді мен просто маған қызық сіздің көзқарасыңыз қалай? Өйткені сіз 3 жылдан бері айттыңыз, до этого мен курсты оқытқан бесплатно деп, сабақ бергем деп. Содан бастап одан алдыңғы 3 жыл, қазіргі мысалы соңғы 2 жыл алатын болса, как минимум 4-5 жылдық білім бар оқыту жүйесі бойынша да. Вот осы 4-5 жылдық білімде қаншама студенттермен жұмыс жасадыңыз, это естественно. Сондай кезде қандай проблемалар бар студенттерде? Оларға жалпы не үшін курсқа қатысу керек? Вот. Бір, екіншіден мысалға грубо айтқанда бізде грубо айтқанда не болған жоқ. Курс деген нәрсе болған жоқ бізде. Мен білмеймін, бізде ешкім естімедім фармакологиядан курс өткізіп жатыр деп. Фатвизден курс өткізіп жатыр деген. Ол курс студенттерге қажет па, жоқ па, осы жайлы айтып кетсеңіз да. Жақсы. Біріншіден, мен қанша жыл сабақ берсем де, өзімді ұстаз ретінде санамаймын. Мен де сол өзіме келетін студенттер секілді бір кемедемін деп айтамын постоянно. Өйткені ұстаздық деңгейге жету үшін әлі біраз уақыт керек деп ойлаймын. Бірақ енді ұстаз емес, бір аға ретінде өзімнің жаңағыдай білетін опыттар мен моменттерді айтамын. Вообще не үшін бірінші сұрақ, студенттерге қандай қағида? Қандай қасиеттер жетпей жатыр? Бірінші, студентке жетпейтін қағидалардың бірі бұл енді бұл қағидаға келу өте қиын. Опытпен келіп, бірақ сонда да айтып кетейін. Сонда да айтып көмектеспейді бұл, бірақ айтсам да, ладно айтып кетейін. Бірінші ол баға үшін оқымау. Көп студент түсінеді. Мен де кезінде баға үшін оқыдым. Өйткені мен Ақылов платныйда оқыдым. Мен де соны айтқым келген. Мен де платныйда оқыдым. Андеград ауысу керек болды. Мен кәдімгі солай баға үшін оқыдым кезінде реально. Мен 2 жыл былайша айтқанда тырнақшасын жыртып баға үшін оқыдым. Әйтеуір 90 алу керек, 90-нан төмен алу керек. Енді Алланың қалауымен 2-ші курста GPA нормально болып, енді ауыстым 3-ші курста. Сол 3-ші курстан бастап мен бағаға оқымай, былайша айтқанда орысша забить ете бастадым бағаларға. Өзім үшін оқыдым. Патвиз басталды сол кезде как раз 1-ші цикл. Өзім үшін оқыдым. Сол кезде медицинаны былайша айтқанда түсіндім не екенін. Поэтому бірінші қағида ол баға үшін оқымау. Баға қалады, а білім вечно жүреді соның қасында. О, универде қалып кетеді баға. Әлбетте бар біздің универде жаңағыдай баға керек, стипендия, GPA, оның бәрі керек. Керек емес деп жатқан жоқпын. Бірақ бірінші орынға оны қоймау керек деп ойлаймын. Сол себептен де бірінші орынға қарайын, бағаны емес, білімді қойыңыздар достар. Екінші қағида, бізде студенттерде қосымша, мысалға енді қатты айтпай-ақ қойын, ладно. Универ не айтады, соны жасайды. Мысалға мұғалім мына кітап айтты дейді, соны ғана оқиды. Бұл қате негізінде. Өйткені ол мұғалім, оның көзқарасы басқаша, студенттердің көзқарасы басқаша. Сол себептен де бұл жерде нені айтқым келіп отыр? Библиотека қандай кітап береді, соны ғана оқиды. Бұл басқа ештеңе іздегісіз деген қосымша. Мен де оны өзім білгенмін. 3-ші курсқа дейін маған библиотека қандай кітап береді, соны ғана оқыдым. Қиналып жүрдім. Вот, мысалы үшін мен гистологияны айтайын. Ажайып па? Мынандай бір фиолетовый кітап болушы еді ғой. Аяпа ба? Білмеймін, бір сондай кітап көрген еді, соны қазақшасы биохимия. Фиолетовый кітап бар еді, мен қазақша. Соны берген, соны оқамыз, мен универге барып, Севериндікін беріңізші деп, мынандайды алып оқып барғаным әйтеуір соны білетін. Малек бар, Абилаев деген, керемет кітап, Мамбетбаева деген кітаптар бар. Негізі универ қандай кітап береді, соны оқу деген, мен енді жаман деп айтып жатқан жоқпын кітаптар. Кітаптың жақсы, бәрі жақсы ғой. Бірақ
мектепті бітіріп келген студент емес, школьник болды, студент болды, иә. Ол былайша айтқанда кеше ғана оқушы болған адамға мынандай ауыр кітаптар өте қиын болады. Информацияны сіңіру. Мысалға мен қазір сол кітаптарды оқысам түсінемін. Оны жазған профессорлар да түсінеді, оңай деп ойлайды, мынау неге түсінбеске деп. Ал кеше ғана оқушы болған школьник, қазіргі студент оны қалай түсінеді? Өйткені ол көп нәрсені көрген жоқ, базасы жоқ, адаптация жоқ. Оған кішкене, мысалға адам кішкентай балаға бір кесе палау беретін болсаң, ол жей алмайды ғой. Оны постепенно оған келтіру керек. Бір туылған балаға да сразу тамақ бермейді, оны кішкене сүтпен кормить етеді, былайша айтқанда. Сол себептен де менің ойымша библиотека берген кітаптардың 90%-ын оқымаған жөн. Қандай кітаптарды оқыған жақсы? Соған жауап берейін сразу. Қандай кітаптар оқыған дұрыс? Жауап. Ағылшын кітаптары. Түсінемін. Ағылшынша мен де білмеймін. Мен өзім де білмеймін. Бірақ мен ағылшынша кітап оқимын. Өйткені Құдайға шүкір бізде Google, 21 ғасыр. Яндекс переводчик деген бар, Google переводчик деген бар. Әр абзацты алып аударып отырасың. Bir сөзді емес, әр абзацты. Әр абзацты аударған дұрысырақ болады, полный текст аударсаң қисық болады. Сол үшін бір абзацтан аударып оқуға болады. Даже английский учебниктерде көп сөз жоқ ол жақта. Қысқа, нақты, оның бір жақсы жері ол жақта система жазылған. Мысалға, цикл крепса не үшін керек деген сұрақ қойды, өздеріне и факт бойынша жазады. Факт дейді, мынандай үшін, чисто факт үшін, факт бойынша все. И студент түсінеді. И астында clinical consideration деген момент бар, и сол жақта түсіндіреді. Цикл крепса не үшін керек, ертең саған клиникада деген секілді бір абзац болады. Содан студент түсінеді, вот маған осы керек, все, мен де қалдырдым информацияны, алдағы уақытта қолданамын. Болды, сен ана информация ешқашан кетпейді. Біздің кітаптарда қалай жазылады? Бізде біріншіден шрифтқа ақша ма білмеймін, өте шрифттер кішкентай, суреттері черно-белый, және дұрыс аударылмаған. Особенно қазақша кітаптар. Орыс группаларда проблема жоқ. Өйткені олардың кітаптары орысша грамотно аударған. Қазақша өкінішке орай 80-70% кітап біздегі дұрыс аударылмаған. Сызықша болып қоймақты, оны Құдай біледі, студенттер аударған. Кафедрада айтады, студенттер аудара салады, молодец, мен саған. Естесін, барады, профессордан береді, мына кітапты аударып бер деп. Кітаптар қалай жазылады, сразу айтып қояйын. Мысалы, сіз мен екеуміз кафедрадағы сабақ беріп оқытушымыз, мен айтады, что-то надо делать дейді, давай кітап жазайық дейді, копировать етіп кітап жазып бере салды, алады өздері. Маған түсінікті, саған түсінікті ма дейді, болды, зым кітап дейді ғой. Ол студент пен профессор мен екі түрлі ғой. Сол жерден қателік, екінші универдегі берген кітаптарды оқу. Үшінші жетпейтін қағидалардың бірі, немесе қасиеттерінің бірі, бұл тайм менеджмент деген нәрсе бар ғой, соны дұрыс қолданбау. Негізі көп студенттер бір тақырыпты алады, күні бойы оқиды, одан пайда жоқ. Біріншіден. Қалай оқығаныңыз? Мен қалай оқимын сабақты? Мен вообще оқымаймын сабақты. Қалай оқыған дұрыс? Бірінші очередь тақырыпты аласың, өзіңе 3 сұрақ қойып керексің. Маңыз емес, қанша қойып, 50 ма, 100 ба, өзіңе 3 сұрақ қой, болды. Сол жеткілікті саған. Мынау оқитын нәрсе, не ол вообще? Не мысалы, цикл крепсін оқып жатсың дейсің. Ол не? Аласың, даже кітаптан емес, Google-ға жазсаң, ол түсіндіріп береді, шағын ғана. Соны аласың да дәптеріңе жазасың. Екінші, бұл процесс қалай жүреді? Қысқа нақты схема, сөзбен емес, чисто схема. Үшінші сұрақ, мына процесс бұзылса, не болады? Все. Бұның ішіне не кіріп тұр? Мағынасы да кіріп тұр. Процесс қалай жүретініне кіріп тұр. Бұзылса не болады? Патологиясы да кіріп тұр. Болды, осы сұраққа жауап берсең, именно осы тақырып бойынша сен нормальный врач боласың. Даже саған 50 қойса да, өйткені сен түсініп тұрсың конкретно. Бұл информация 3 сұраққа жауап. Еш уақытта, сразу айтайын, еш уақытта миыңнан шығып кетпейді. Чем 20 бет конспект жазып оқығаннан гөрі, базар жоқ, рубежкадан 75-80 алатын шығарсың, бірақ ол информация ұмытылады. Мына конкретно 3 сұраққа 1 бет болсын, 2 бет болсын жазсаң болды. Оған 2 сағат кетеді. Даже 1,5 сағат кетеді. Тез оқисың, болды, спокойно ұйықтайсың. Бірдеңе айтып бере аламау деген секілді. Бірдеңе бір мәнісі болады екен. Бір мәнісі болады. Қой, бірдеңе мышление, импровизация ыңғайлы да. Сен тупо жаттасаң онда не дейді? Осы 3 қағиданы студент сақтап алса, әлбетте. Ұмытпаңыздар, 3 қағида. Мен мысалы үшін айтадым, 20 минуттан бөліп отырыңыздар деп. Каждый осы бір сұрағында 20 минуттан бөлсеңіздер, былай да былай жетеді. Это и есть 20 минуттық принцип и жаңа айтқан 3 сұрақ.
өте маңызды. Сол үшін бағаға оқу қажет емес. Егер баға оқитын болсаңыздар базар мықты синдром отличника болып тұрып жақсы баға бітіріп шығатын шығарсыздар. Бірақ мен байқаған көп отличник студенттер клиникаға барғанда қиналып қалады. Өйткені универде оқығанмен клиникалық бағасы басқа. Екеуі екі түрлі әлем, екеуі практика. Ал үшке оқитын студенттерге де бір қуантып кетейін. Үшке оқитын студенттер зато слишком оқымай кететін студенттер емес. Оқып жүріп, мысалы жаңағы Азизбек айтқан 3 сұрағына жауап алып оқып, хотя 3 алып қалса, ондай студенттер қандай болады? Клиникалық мышлениесі жоғары бір. Екіншіден практикаға барғанда выживать ете алады. Потому что біледі ол жерде процесс басқаша. Кәдімгі көрдің бе ет түсіндің, адаптация болып кетеді. Сондықтан ұмытпаңыздар, бәрі жүйе бойынша, бәріні схематично оқысаңыздар өте жақсы болады. Оны айтып тұрған сіздерге мен емес, сіздердің қазақтың ұлы ағайларыңыз. Оны сразу айтып кетейін, синдром отличника не үшін болмау керек. Практикада қиналып қалғаннан бөлек, резидентурада ондай адамдар сынып қалуы мүмкін. Неге? Өйткені особенно мен қазір реанимацияда жұмыс жасап жүрмін. Бізде синдром отличникпен бір жігіт түсті, анестезиология реанимация бойынша. Ол студент отличник, бәрін біледі, мықты біледі, керемет қызыл дипломға бітірді. Бірақ 3 ай шыдаған жоқ. 3 айдан даже бір жыл деп алайық. 1 жыл қиналды. 1 жылдан кейін шығып кетті отчисление резидентурадан өз еркімен. Өйткені шыдаған жоқ. Неге? Өйткені мысалға интубация деген нәрсе бар реанимацияда. Даже опытный реаниматологтың өзі белгілі бір пациент түскен кезде интубацияны жасай алмай қалуы мүмкін. Ол өмірде практикада қанша опытың болса да бәрі гладко болмайды. Кейде қолың жүрмей қалуы да мүмкін. Ол синдром отличникқа ол өте ауыр тиеді. Ол депрессияға кетеді. Плюс реанимация жұмысы даже позитивный адамның өзін депрессияға кіргізеді. Конечно, да. Сонымен ана жігіт шығып кетті. Маған емес екен деп. Маған емес, мен шыдаймын деп. Поэтому лишний раз баға үшін приоритет қажет жоқ деп ойлаймын. Все, студенттер, сіздерге, наверное, түсінікті деп ойлаймын. Алдағы уақыттарда бұл тақырыптарды қозғай береміз. Просто уақыт деген бізде шектелген, сол үшін басқа да салаларды, басқа да тақырыптарды біз ашып кетуіміз керек. Осы тақырыптарға біреуі біздің, не только біздің жалпы министерстводағы минустар, именно біздің универге қатысты болсын, хорошо. Потом басқа универдерден дәл сол проблема негізі. Студенттердің бәрі бір, оқушылар бір болған соң. Әлбетте. Біздің универде қандай минустар бар оқыту базасында? Оқыту барысында ең біріншіден уақыт өте қысқа. Мысалға біз кезінде анатомияны, біз сабағымыз өтірік айтпай-ақ қойын 6 июль бітетін есімде, өйткені бізде Астана күні деген бар еді ол кезде. Қазір де бар шығар енді. Сол кезде біз 6 июльде шығатынбыз каникулға, ойлаңызшы, 6 июльде шығатынбыз каникулға. 6 июль ме, да? Июнь ба? В общем, июнь ба, июльде ма шығатынбыз, есімде. В общем, Астана күнінде шығатынбыз. И сол кезге дейін біз оқитынбыз. Қазір студенттер майда бітіріп тастайды сабағын. 1,5 ай. Реально ма? Иә. Рахат қой сіздерге. Рахат емес негізінде. Олар мысалы анатомияны 2 апта бітіріп тастайды. Ол мүмкін емес нәрсе. Неге? Өйткені анатомияны жай асықпай оқу керек. Мысалға менің ұстазым реаниматолог кісі, ол Россияда оқып келген. И сол кісі айтады, біз күніне дейді, күнде анатомия оқитынбыз. Күнде расписание бойынша анатомия, гистология, физиология. Мысалға бір күні остеологияны бастайды ғой, осы университетте оқыса, келесі күні, допустим, радиализ, ульнарistарды оқиды, да? Асықпай. А бізде қалай істейді? Бізде бір остеология дейді болды. Бізге айтады да, короче, тазға дейін алда полын оқып кел дейді, болды. Қызықтырмайды. Черепқа 2 күн ба, либо 1 күн ба сабақ береді. Өте қиын сол черепте. Ол бірінші курс үшін өте ауыр. Ана объем информацияны кіргізу өте қиын. Ол компьютер емес қой, копировать ставить ете салатын. Ол адам. Адамның мүмкіншілігі базар жоқ, көп, бірақ до такой степени емес қой. Ол әлбетте қиын. Студентке қорыту, тем более қасында адам жоқ, оған айтып отыратын. Ол бірінші қателік. Ол системаның дұрыс болмауы, оны постоянно айтып жүрмін. Екіншіден, бізде көп мұғалімдер енді сабақ түсіндіру міндетті деп айтқым келмейді, бірақ бағыт бағдар беруге міндетті. Да, вот, осы жерде айта кетейін, мысалы үшін
мен осы тақырыпты ұнатамын негізі айтқанды. Былай айтқанда қарапайым английский курсқа бару үшін да, английский үйрену үшін сіздер курсқа барасыздар ғой. Не үшін онда ютубтан кіріп оқи салмайсыздар? Мысалы үшін мен осы тақырыпты айтқанда маған бір студент айтты, зачем Оразбек оны айтып жүрсің, керек адам өзіне оқып алады ғой. Жоқ, бағыт бағдар бермесе керек адамды оқи алмайды, не оқуды білмесе. Мысалға английскийді сіздер бағыт бағдар біреу беріп курсқа сол үшін барады ғой. Мысалы информациялар толып тұр ғой ютубта. Бағыт бағдар міндетті түрде беру керек оқытушылар. Не үшін олай айтып тұрмын мен? Өйткені бізге мысалы үшін 3 жыл гинекология онлайн өттік. Ол біз реально айтқанда гинекологияда мынандай болып есептеп, мен оказывается білемін деп ойлайтын едім. Осысында бізге біз апай берді, кәдімгідей былай сығып сұрады, еще өзі түсіндірпей, еще түсіндірген сұрайды. Бізде кәдімгідей 3 жылдық білімнің орнын бүйтіп толтырып кеттік. Тағы бір 2 апта гинекология болғанда гинеколог болып кетемін деп айтатын едім, өйткені мықты білім беріп бір. Екіншіден анатомиясына келетін болса, жаңа тоқталып кеттіңіз ғой. Бізге Ерлік Мұратұлы деген оқытушы берген. Ол неге темпланға қарамайтын еді. Ол өйткені өзі жас интернет ол кезде. И біледі студентке маңызды екенді, как сіздер сияқты да. Мысалға 6-шы курста бізге 1-ші курста сабақ берген кезде кәдімгі таңертеңгі 8-ден түнгі 10-11-ге дейін ұстап отыратын еді. От и до қайталайтын. Сол үшін мен Құдайға шүкір айтамын, анатомия менде ондай қатты қиын емес. Ну, бұндай яма жоқ. Менде ондай ямалар қай сабақтарда, мысалы мен ревматологиямен келісе алмаймын. Өте ауыр маған, өйткені менде ондай қатты база жоқ ревматология саласынан. Ал анатомия басқа сабақтар Құдайға шүкір жақсы. Сол сияқты жаңа кешірім сөзіңіз бөлгенде андай бағыт бағдар бойынша. Жоқ, мен әлбетте айтқым келмейді. Универде вообще жоқ деп. Бар ұстаздар. Сіз өзіңіз айтып отырсыздар ғой гинекологияда. Мысалға маған 3-ші курста хирургиядан Бақтау Бакирова деген кісі берген. Бізге де сол. Өте көбісі қорқады, қашады. Ол қашудың қажеті жоқ. Қатал болса да ол өзі түсіндіретін. Және де ол кісі сұрақты логический мышлениеге қарап қоятын. Өте керемет. Мен ол кісіден бірінші рет сабағына келген кезде біз травма грудной клетки деген сабақ тақырып болды. Сол кезде қабырғасына адам тұншығады, не үшін болады деп сұрақ қойған сол кісі. Сол кезде енді физиологияны андайсың бізде осы жерде негізінде физиологияда өкпеде 3 давление бар, иә. Вот сол давлениеге мысалға отрицательный болып кетеді, плевраның ішіне жаңағы атмосфера положительный болып кетеді и тұншығады деп сол кісі түсіндіріп берді өзі. Қабырға сынады, плевраң зақымдайды и атмосфералық қысым сол плевра қуысына барады, положительный болады да өкпені қысады дейді. Сол кезде ол расправляться ете алмайды дейді. Деген секілді сол кісі бағдат берді, түсіндіріп берді. Керемет қылып. Мысалы есте қалды қазір, иә? Есте қалды. Кітапта мысалы үшін жазылғандар көп адам есте сақтап қоймайды, егер осындай дұрыс бағдар беріп, клиникалық жағынан ойландырып қосып болса. Иә, ол кісі одан бөлек қалай оқу керек екенін де түсіндіріп берді сабақ. Анализ жасауда ол керемет ұстаз. Көп адам қашса да керемет ұстаз. И маған 5-ші курста ревматологияда Сәуле Сарқұловна деген кісі берді. Мен қазір мысалы үшін мен қалай білмеймін, мына жерде болып тұрмыз, сіз айтқыңыз келіп тұрған апайларды мен ойлап тұрмын да. Мысалы үшін маған кім берді? Бақтау Бакирова хирургиядан берді, Сәуле Мұстақұловна Сарқұлова. Ол бізге кардиологиядан берген. Сол үшін маған Құдайға шүкір кардиологияда қиын емес. Бір оқығанды түсінеміз. Бір екіншіден не? Қай сабақ болды? Баян Алкеевна деген өте қатал, өте мықты апай. Оны маған бермеген. Бірақ мен білетін болса мықты апайлардың категориясына кіреді. Ол апайлар сабақ сұрайды, базар жоқ 70-тен аспай қою мүмкін, 80-ден аспауы мүмкін бағаңызды, бірақ біліміңіз вечно қалады. Осындай апайларды қайта құрметтеу керек. Бізде қалай? Бізде наоборот қашады ғой бар. Әлбетте. Бізде ешкім оқысы келмейді. Мысалға мен ревматологиядан любой ауру кезін лечениясын жазып бере аламын, қайталамасам. Өйткені Сәуле Мұсағұловна, Алла өзі разы болсын, сол кісіге жестко оқытты ревматологияшы. Бүкіл ауруға басты қатырмас үшін бізге айтатын. Любой ауруға бәріне не бересің? Глюкокортикоид, стероид, цитостатическая терапия деген сияқты, НПВ. Кімге қалай беру керек? Сол дәрінің фармакологиясын оқытатын, механизм действия. Прям от и до гистологиядан бастап терапияға дейін полностью оқытты. Алла өзі разы болсын сол кісіге, көріп жатса енді, ол көрмейтін де шығар енді. Бірақ көріп қалса, көп рахметін айтады. Мен де рахметімді айтамын, что бізге кардиологияда сондай апайлар бергеніне. Егер сондай апайлар елестетіңіз, каждый сабақтан сондай берсе қандай болып шығасыздар? Сіздер уже 3-ші курсқа келіп, сіздер уже почти базаны біліп шығасыздар, ол уже почти врач
былай айтқанда не қалады, только клиникалық ойлаумен дәл сол базаны просто қосып алып протокол бойынша оқып қалу, все. Өкінішті бізде ондай емес. Әлбетте. Рахмет. Вот универдегі осы кішігірім минустарды айтып өтіп кеткеніңізге әрине минустар өте көп, бірақ бәрін айтып отырмын. Көп ол. Көп ол. Негізгі үшеуін айттым. Все түсінікті. Енді осы минустардан өздеріңізге бір былай айтқанда қорытынды шығарып алып, осы минустардың орын толтырып жүруге тырыссаңыздар, нұр үстіне нұр, и жағдайларыңызда білімдеріңізде жақсы болады. Бізге осы кезінде айтатын адам болған жоқ. Хотя бы ютубта да қазақша мындай именно универ жайлы, не болмаса оқу процесі жайлы ешкім айтпаған. Енді студенттерге хорошо. Өйтіп бірден егіп теорияны берді, подфизді глоссариймен жаттатты, сөзбе-сөз тестті тапсыртырды, хотя қазір оны емес, кезде сөйлеседі қой. Бірден егіп анатомияны жапты да, енді фармакологияны бірден егіп жапты. Енді студент все таки без практики вообще ешқайда бара алмайды. Студент барған кезде практика жағынан қалай біздің жақта? Мысалға мен өзім айтатын болсам, көптеген студенттер маған келгенде соңғы өткізген курстарымда, мысалға, это обычный манипуляцияларды біздің клиникада, то есть университетте салып жатыр дейді, бірақ былай айтқанда муляж, біріншіден, муляждың жаны жоқ, жауапкершілік вообще жоқ. Екіншіден, стационарларға барған кезде көп студент қиналып қалады кәдімгідей. Не үшін олай деп ойлайсыз? Не үшін бізде практика жағы төмен? Біріншіден, маған бірінші курста практикадан клиникалық кіріспеден Бақыт Есенгелдиевна деген кісі берді. Ол өзі врач, хирург па сондай. Сол кісі бізге бірінші муляжға көрсететін, біз бәріміз муляжға салатынбыз. Дұрыс салған студенттерді басқа жерге комнатаға жібереді, и сол комнатада мысалы қасында кім отыр, соған салдыртқызады. Өз-өзімізге салатынбыз. Бәріміз солай үйренеміз ғой? Бәріміз солай үйрендік. Практика жағынан бізде ондай проблема болған жоқ, бірақ көп студенттерде не үшін проблема? Стационарға барған кезде бір группада мысалға 10-12 адам. Енді хирург 10-12 адамның бәрін операциялық кере алмайды. Біріншіден. Екіншіден, көп студенттің желаниясы жоқ. Біреу жұмыс істеуі мүмкін, біреу ұйқысы келіп отыруы мүмкін, желаниясы жоқ, сабақ айтып тез кетейін деген ниет болады. Сол үшін хирургта немесе реаниматологта немесе басқа да терапевт кісілер үйреткісі келмейді. Ол студенттің де қатесі. Үшінші момент, бізде практикаға жақсы условия бар деп айта алмаймын. Осы практикаға именно. Универде? Иә, өйткені универдің өзінің клиникалық базасы жоқ. Хотя клиникалық деп айтады ғой, база деп ше. Сарыарқада ма? Жоқ, клиникалық база деген универдің өзінің больницасы. Жоқ, біздің университетте айтып жатсыз ғой, типа базасы деп, ол қай больницаны айтып тұрсыз? Базасы жоқ. Жоқ да. Бірақ енді больницаларға келісіп қойған ғой. Мысалы, бірінші көрден жазып тұрады аса медицина. Енді ол астаналық медициналық вузға ұят нәрсе ғой. Мысалы, өте. Асфендиярда бар. Асфендиярда бар, Қарағандыда да бар. Бір қызығын айтайын ба? Түркістан ауданы бар ғой, солардың өзінің МКТ больницасы бар. Солардың өзінің. Мысалға деймін да, ковид кезде бұл ашық айқын көрінді проблеманың бәрі. Өйткені ковид кезінде кімнің клиникалық өзінің базасы бар, больницасы, именно университетке. Солар сабаққа барды, өйткені университеттікі ғой. А бізде ковидте не болды? Бізде бүкіл больницаны жауса, өйткені ол тиесілі емес университетке, хотя типа тиесілі деп айтуға болады, бірақ ол простите меня дейді ғой, кешіріңдер, мына жақта пациенттер жатады деген сияқты, сен кімсің дейді. Бізде енді айтып жатыр, планируется соғуға, мен әрі күнге дейін көрген жоқпын, қай жерде соғу, енді Көктал жақта дейді, мен өзім ештеңе новостидан көрген жоқпын. Енді алда уақытта соғылса, енді жақсы болады. Возможно. Вот сол кезде мен ойлаймын, қатты сенемін, студенттер практиканы сияқты жақсы өтіп, а былай студенттерге практика өте жақсы деңгейде беріп жатыр деп айта алмаймын. Нашар деңгейде. Бірақ студенттердің былай айтқанда өзінің талпынысы керек оған, әлбетте. Мысалға бір универ жамандай беруге болмайды енді. Мысалға талпыныс болмаса да қиын. Егер шәкірт дайын болса, ұстаз всегда табылады дейді ғой. Сол сияқты егер любой бір больницаға барса, мысалға
студенттің өзіне байланысты. Менің өзімнің студенттеріме айтамын, сіздер өздеріңіз студентпін деп қабылдамаңыздар, сіздер уже врачтар, өйткені олар врач. Студент деген өзі негізі ол сөз адамды тоқтатып қояды. Мен студентпін ғой, маған болады, бір мәнісі болады. Нет, уже былай айтқанда 2 жылдан кейін врач боладыңыз. Бақтау Байкердің айтпақшы, субординатор дейді ғой. Вот. Соны сақтап, ертең барып, мысалы үшін больницаға барса, любой больницаға, мен всегда айтамын, любой больницаға барып, кімге жолығамыз ағай дейді. Егер врач студент дайын болатын болса, обычно жолда кетіп баратқан медсестраға барады да, кешіріңіз, осындай мен студентпін, 5-ші курспын, либо 4-ші курспын, барып үйренгім келеді дейтін болса, либо өзімен алып жүреді, либо бірінші старшыға жібереді. Вот осылай ғана шешіп, барып өзіңіздің практикалық білімдеріңізді былай айтқанда арттырып алуыңызға болады. Даже медсестраға емес, сразу врачқа, ординаторская кіріп кетіп айту керек, мен осыны істеймін. Ешкім қарсылық көрсетпейді, көбі қорқады. Просто барып сұрап көру керек, просто жазып көру керек. О жаққа барғанмен де бақыл деп сен қолына ұстап жүрмейді ешкім. Сен өзің қасына жүру керексің. Вот, мен операцияға кіріп көрейін деп айттым ғой, жанып тұрса, любой кеші дейді. Мысалы, кімді айтуға болады? Мына жерде біз өзімізді мақтап кетпей қоя салайық, басқалардың мақтап айтып кетсек. Мен білетін Нарбек. Ол бірінші курстан бастап біз Нарбекіміз детскийге барып алатын едік, білмеймін, әйтеуір сүт тасығанымызға или бір укол салғанымызға мәз болып жүретін еді, ол уже қызығы болатын еді бір. Екіншіден Нарбек тоқтаусыз барып жүріп, қазір 7-ші курстың арасында өзі самостоятельно операция жасайды. 7-ші курс, хотя интерн. Мысалға 7-ші курстың ешкім жасамайды, ол точный факт. 6-ші курстың тем более жасамайтын шығар. 7-ші курстың сол практикалық білімдеріңіз осындай жерде керек болады. Түсінікті ғой сіздерге да. Енді жаңа айтып кеттік. Осы жерде қайтып айтатын болсақ та, курс мысалға Азизбек теоретический частьтан мысалға курс өтеді. Ол физиология болсын, фармакология болсын, именно медицинаға қатысты базалық сабақтар бір. Ал мен мысалы үшін өзім студенттерге не жетпей жатыр, это уже практический частьтары, практикалық білім жоқ студенттерде. И көбі ойлайды, бізге врачқа ондай қажет емес деп. Мен студенттерім келгенде мен всегда түсіндіріп беремін, қандай маңызды екендігін, қандай қажетті екендігін. Сосын оказывается, қажет екен ғой деп тұрады. Осы жерде айта кетсек, и мен түсінбей тұрмын, неге біз осындай курстарды біздің кезде істемеген, да? Істегенде білмеймін. И осындай қазір сұраныс бар, дұрыс па, курстарға? Курсыңыз өзіңіз қашан бастадыңыз, қашан студент сіздің шәкіртіңіз болды, и не үшін ағартушымын деп тұрып, не үшін платный основада оқытасыз? Біріншіден, мен сабақ беруді 2-ші курста бастадым. 2-ші курста қыста анатомия болды бізде. Сол кезде жестко қадалам анатомиядан. Сосын бір мұғалім сөзі қатты тиіп кетті. Шымкентский анатомия деген секілді, оқымайсыңдар деген, Южани деген секілді. Кім екенін айтпай-ақ қойын енді. Примерно біліп тұрмын. Южани деген сөз қатты тиіп кетті, намысыма тырыстым. Сол кезде айттым, так, Азизбек, сен анатомия білмейсің, мойындаймын. Давай анатомиядан сабақ берейік. Кринж ғой, мысалға, сен анатомиядан біле тұрасың, қалай сабақ бересің? Сосын Эмилия бір мәнісі болар дедім, силабусты алдым, бірінші тақырып, допустим, жұлын тұр. Алдым, жұлынды оқыдым. 2 күн бойы тырп етпей, кәдімгі кітапты алып, ол кезде сол қызыл атласпен әлі оқитын мен. Қызыл атлас алып. Сергенко деген вообще жоқ планда. Сергенко деген кітап жоқ. Сергенконы мен вообще білмеймін да. Колесниковты білмеймін. Адайбаевты да білмеймін. Ал кезде ана қызыл үлкен кітап бар. Албакировта. Иә, соны алдым, жұлынды оқыдым, ютубтан 1-2 видео көрдім. Все, мен дайынмын дедім да, өзіме түсіндірдім. Сосын неге басқаларға түсіндірмеске дедім де, 1-ші курстарда таныстарым болды. Вообще қалай таныстарым болды? Өйткені 1-ші курс августте ана подслушно мұға деген ссылка болады ғой WhatsApp-қа. Қызық болды, мен ол кезде 2-ші курс болдым. Кірдім де, перваштар ақыл айта бастады. Андай кейін, андай халат ал, андай деп. И сияқты 1-2 таныс ұлдар мен қыздарды білдім. И соларға айттым, если анатомия қиын болса, кейін қысты жаңағыдай жұлынды оқып болғаннан кейін жаздым. Если анатомияда басталған кезде қиыншылық болатса, маған жаза беріңдер смело деп ше. Сосын олар айтты, біз остеология оқып жатырмық қазір. Бізге мысалға вертебра жаңағы қолымыздар түсініксіз болып тұр. Алдым да, короче, вертебраны қайтадан басқа силабус салдым, 1-ші курс оқыдым. Сосын давайте суббота келіңдер, мен сендерге түсіндіріп беремін, кафедраға барыңдар, не препарат алып түсіндіріп. Ол кезде қанша 400 болды. 400.
и міне басталды бірінші осылай бардым. Иә. Ол сабақ беруді де білмеймін, қалай әдістен, ол әдістің бәрін бір 2-3 жылдан кейін түсіндім ғой өзім қалай студентке беру керек. И жылдың соңында сол студенттер 4 студент, 12 студентке дейін көбейді. Соның 5 адамы өтірік айтпай ақ қойын, анатомиядан 100-ден 100 алды. Мен ол кезде бағаға жұмыс жасайтын. Білімге емес, клинический мышление вообще жоқ қой ол кезде. Мен бағаға жұмыс істейтін. Өзім 100 алмаған, бірақ студенттерім 100 алды. Мен оны скриншот қылып, еще неге салатын? Неге? Өзімнің вязалум деген менің нем болған, кружогым ше, анатомиядан. Типа вязали деген секілді анатомияның бір ғалымы деген секілді. Сонда кружок болады. Сол инстаграмға сол вязалум несіне салып тұратын. Әлі күнге дейін суреттер бар, қарасаңыз болады. 100-ден 100 алған. Сосын ойладым, значит, дұрыс жұмыс жасап жатырмын, студенттерге пайда тиіп жатыр. Мен давай масштабно бір лекция оқып көрейін дедім. Уже бір лекционканы алып, ол кезде 3-ші курс едім. И как раз сол кезде Шыңғыс деген жігітпен таныстым. Ол олимпиадаға қатысып жүрді, пульмонология бойынша екеуміз параллельно оқитынбыз. Сол кезде давай консилиум деген кружок ашайық дедік. Сол консилиумде лекциямды алдық да и бастап кеттік. Сол 3-ші курста ол кезде мен масштабно өткіздім. Отбор жасадым. Өзімнің кружогыма, ол кезде кружогым болған, анатомиядан сабақ беретін. 105 студент келді. Неге отборға. Енді бәрін алған жоқпын. Басқа да моменттер болды. Енді 105 студент ол кезде нормально болды. Залға жиналған. Жоғары ғой, былай айтқанда жоғары деңгейде. И сол кезде өзім түсіндім дәмін. Яғни сабақ беру менікі екен. Значит, көп студент келсе, значит, мен что-то дұрыс емес жасайтынды жерлерімде бар ғой, енді пенде болған соң. Енді бірақ бір моменті дұрыс шығар дедім де, сабақ беріп кеттім осы 3-ші курста. Кейін не болды? Бізде карантин болды, жұмыс жоқ. Оған дейін тегін беріп жүрдім. Басында мен история болезнь жазып беретінмін студенттерге, который жұмыс істейтін. Олар уақытта жоқ қой. История болезнь те білмеймін қалай жазу. Сол арқылы үйреніп алдым. Оларға 4 теңгеге жазатын история болезнь. Сосын история болезнь жаза беремін ба, сабақ беріп көрейін дедім де. Анатомияны 10 тақырыпқа 5 теңге дедім де. Студенттер келді. 8 студент қатысты. И плюс орыс группаға сабақ бердім. Мен оға дейін, кстати, айтып кетейін, стомдарға сабақ бергем еще. Анатомиядан ше. Оларға өте қиын болды маған стомдарға беру, өйткені оларда кішкене өте қиын. Олар синус, минус болып кетті, маған қиын болды. Одан кейін 1-2 апта бердім, қоя салайын деп. Потом мен даже керуенде сабақ беретім, өйткені анатомия кафедрасы 1-2 мұғалім жақтыртқан жоқ менің сабақ беріп жүргенімді. Одан кейін құрсын анатомия неге келіңдер дедім, керуенге. Фудкорт бар ғой, сол жерге келетін сабаққа. Тегін ол кезде ештеңе алмайтын. Сосын карантин басталды, сосын студенттер онлайнға кетті. Препарат жоқ, анатомияны қалай оқу керектігін білмейді. Мен инстаграмға ол кезде 700-ақ подписчик еді. Әйтеуір 700 подписчикта маған соның бір 5-ма 8-ма жазылды. Маған ұнады. Өйткені керемет. Ақша берді, оқыттың, ақша қалдаңдар. Да, это былай айтқанда қалай айтса болады. Энергия обмен. Ақша былай айтқанда саған энергия болды, дұрыс па? Оларға білім берді. Осы жерде айта кетейін, мысалы үшін біздің универде өткен жолы бір айқай-шу шығып кетті ғой универде, типа білімді беру төмен, мау деген шықты. Қанша рет былай айтқанда универдің аты шығып кетті ғой жаман жағына. Сол кезде мен өзіме айттым, Оразбек дедім, студенттерге қалай көмектесе аласың осындай жағдайда. Хорошо, сен мысалы үшін айтатының бар, құдайға шүкір білімің бар, соны сен қалай бөлісесің деп қарадым. Қолымнан келетіні мысалы үшін обычный сабақ беруді көрсең уже сен беріп жатқансың, олай былай айтқанда не жетпей жатыр деп ойлап, именно осы клиникалық практика жағы болды. Ойлан дедім, сен осыны тегінге бергенің жақсы ма, или ақшаға ма? Не үшін біз ақшаға қыламыз, потому что вроде екеуміздің ойымыз бір жерден шығады. Өйткені ақша, во-первых, это фильтр. Мысалы үшін екіншісі жауапкершілік, үшіншісі энергия обмен. Не үшін фильтр? Мысалы үшін жаңа 105 студент келіп, соның 5-еуі қатысса, ол шыннан білім алғысы келгендер. Ал ана 105-ті сен жинап тегінге мысалы үшін оқимын десең, бір күн 105-тен бір кезде 75 келеді, бір кезде 50, бір кезде 25, бір кезде қаласы 65. Былай айтқанда сол, это фильтр. 5 студент сізге ақшасын төлейді, курстыға да, мысалға, ол жауапкершілікпен қарайды. Екіншісі, ал ақша алған адам, оған тоже жауапкершілік. Не үшін біреудің ақысын жеп кетіп отырмын ғой деген ой болады. Дұрыс қой да? Соған сондай болмау үшін барын салады. Мысалы үшін Әзізбек тіреп оқиды,
фарма өзі подтекст потан оқып береді 3-ші курс кезінде шаршап та, и сіздерге сабақ беру үшін анатомияны дополнительно оқиды. Түсініп тұрсыз ба да жауапкершілік қандай болып тұрғанын. Үшіншісі энергиямен. Сол жауапкершілікпен оқу үшін дағы қате бізге энергия керек қой. Бізге әзбекке мысалы болсақ, энергия ол ақша. Аған ол сізге жаман емес мысалға да. Бір екіншіден осылай курста платный бола бастады да сізде жайлап. 4-ші курста өткеннен кейін, 4-ші курста. 3-ші курстың онлайн кезінде мен орыс группаға бердім 1000 теңгеге. Олар группасымен қатысатын. Мен өзім орысша енді керемет сөйлеймін деп айта алмаймын, бірақ түсіндіріп беруге деңгейде болды. Олар 11 студент болды и сразу қатысты группасын. Бірақ ол кезде әр тақырыпқа алатын мен. Мысалы бір тақырып түсіндіріп бердім, мысалға 11 студентке 1000 теңгеде болды. Осы жерде мен болды. Не обязан дальше. Потом егер керек болса маған айтып, мен түсіндіріп беремін. Мен мынандай нәрсе айтқым келеді. Маған студенттер жазады. Аға, осы сабақ берейін деп жатыр, ақыл кеңесіңіз қандай деген секілді. Иә? Айтып кетейін. Енді сіз практикалық жағынан тегін беруге міндетті емессіз. Бірақ мен кімдерді міндеттеймін? Теория бойынша сабақ беретін студенттер қазір курстар көбейіп кетті ғой. Өте көп курстар сабақ береді. Мен соны айтамын да, қазір сәл тоқталамыз, типа курстар қазір шынымен бізге қажет па деген тақырып. Негізі дұрыс, платный қылған әңгімесі жоқ. Бірақ та мен студенттерге айтамын постоянно. Бірдеңе теория сабақ беретін болсаң, бірінші бір какой-то уақыт тегін бер. Өйткені мен мына 1-2-3 жылдың ішінде мен түсіндім, аға, студентмен қалай жұмыс жасау керек, қандай нәрсеге мән беру керек, қалай методика, анау деген секілді, иә. Оның бір өзінің әдістері бар деген секілді. И сол кезде адам өзі түсінеді. Қателіктерін, тегін беріп жатсаңыз қателіктерін түсініп аласың. Ақшаға бермесең барынша қателік аз жасауға тырысасың. Сол себептен де советую, кім сабақ бергісі келеді, бірінші тегін беріңдер, одан ешкім кем болмайды. Өзің де оқисың, студентке де бересің. Поэтому советую, кім сабақ береді, теория жағынан тегін берсін. Мен осы тегін деген затты қолдаймын. Не үшін екендігін айтайын сіздерге да. Именно мысалға сабақ беру жағынан. Мен шын айтсам, сіздің қазіргі беріп жатқаныңыздың артында 3 жыл еңбек бар екенін білген жоқпын. Консилиум бар екенін білемін, бірақ ол жердің кім қалағанын, основательдері кім болғанын оны білмейтінім, реально айтқанда. Оны енді мен не үшін былай айтып тұрмын. Мен мысалы үшін өзім жаңа дәл сіз деген принципті мен өзімде де қолданғам. Қалай? Анатомиядан төмен алдыңыз и на принцип оқыңыз, дұрыс па? Ол жауапкершілік бір. Екіншіден мен мынандай болды. Маған құдай қаласа лорға резидентураға тапсырамын, түсуім керек. Бірақ мен рахмет түсіп кетуге ол үшін енді түсу үшін жолдар көп, оны басқа тақырыптарда айтамыз. Ең бастысы любой жерде алып шығып кететін ол білім, дұрыс қой да? Білім все-таки бар жерде алып шығады. Мен мысалы үшін құдайға шүкір 5-ші курстан кейін баса өзімді лормын деп қабылдап қойған адаммын. Сол үшін мен смело пациенттермен жұмыс жасай аламын. Лор заболеваниялары болса, олар менің студент екенімді білмейді. Білген күннің өзінде түсінікпен қарай, даже студенттер маған келеді, ағай, хотя мен олар менің біледі 7-ші курс екенімді да. Лорды былай істедім. Маған оқу керек, ал лорға қатысатын студенттерге біреу давай деп тұру керек. Не үшін олай істемеске дедім. Инстаграмға жазып көрдім. Мен лордан, олар мені біледі, что мен лор бойынша уже практически адам екенімді. Кім қатысады? Бағасы 10 000-дан тегін. Қатысын, пожалуйста. Мен оларға апта сайын видео жіберіп отырамын, видео сабақтар жіберіп отырамын. И треба деп тұрам деген ғой. 5 адам жазылды. Ананың жауапкершілігі өте ауыр болды кәдімгідей. И осы жерде менің өте үлкен жіберген 2 қателігім. Біріншісі мен ақшаға дегенім. Екіншісі мен не істеп көрмегем. Лор бойынша сабақ беріп көрмегем. Ол вообще бір басқа әңгіме, ана басқа әлем. Өйткені сіз білесіз, білу басқа, білгенді түсіндіріп беру вообще басқа әлем. Сіз универде емессіз ғой. Универдің студенті емес, оқытушылар емес қой. Мен міндетті емеспін деуге. Егер міндетті болмасам, зачем маған ақша төлеп жатыр деген сұрақты. Сосын мен студенттерге бәрінің ақшасын қайтарып бердім. Кешіріңіздер, давайте мен сіздерге бесплатно оқыта салайын деп. И ссылкаларды кім қызық соларға жіберіп тастадым. 5 емес, қазір менің каналымда 25 адам бар. Сол сияқты ғой, мен келсем қайта осы студенттерге тегін білу беру жағына. Енді қазір 21 ғасыр. Өзіңді дамытып ал, өзіңді мықты қылып ал, өзіңді мықты болмасаң қалып кетесің. Тем более Instagram, Telegram деген, Instagram, TikTok деген бар. Ашып қалсаңыз жұрттың бәрі кайфовый өмір сүр, как будто сен артта қалып кетіп жатсың.
осындайды біздің маркетологтар біледі да ұстап алады. Инвестиция, өзіңе қойылған инвестиция ең жақсы инвестиция деп жатып алады да сізден не только студент, жалпы адамдарды қазір тығырып жатыр, тығырығына. Осындай кезде сізде медик не істеу керек, қалай қорғалу керек. Мысалға, менің ойымды айтып кетейін, сосын Азизбекті тыңдап кетсеге, инвестиция өзіңе құйылған деген ол бірінші орында білім, медициналық білім. Ол сіздің маркетолог емес, ол сіздің мобилографияңыз, ол сіздің SMM-шік бар, басқасы бар, және диаграммалардан бүйтіп отыратындар бар ғой. Аналитик, статистика, еще криптовалюта. Сіз медиксіз. Сіз өзіңізге всегда адам өзінде бірінші, екіншіден пациенттің өміріне жауап бересіз. Пациенттің өмірін құртсаңыз, өзіңізді де құртылады. Былай айтқанда. Сол үшін мен айтатыным ондай қатты маркетологтар қызып кетпеңіздер, маркетинг жүйесіне. Сіздер егер инвестиция құйғыларыңыз келсе, бірінші универден оқып алыңыздар сабағын, берілген сабақты да, нормальный деңгейде. Егер оқи алмай қиналып жатсаңыз, Азиз сияқты ағайларыңызға жүгінуге болады, маған түсіндіріп беріңіздер деп. Вот это инвестиция. Міне сізге инвестиция ол. Қайдағы мобилографияның курсын оқып алып, қайдағы SMM-шіктің курсын оқып алып, да, 21 ғасыр талабы. Мен қолдаймын. Оқыма демеймін. Хобби ретінде оқуға болады, қызығу ретінде да. Просто әдемі кадрлар түсіріп жүруге. Бірақ сонымен мал табам, сонымен жұмыс жасаймын деу категорически қате ол. Категорически қате. Не үшін? Өйткені ол кәдімгі ол мобилография, SMM алайық. SMM ол үлкен бір сала өзі. Ішінде таргетологы бар, копирайтер бар, басқасы бар, сайтолог, майтолог. Бәрі жұмыс, кәдімгі медицина ғой былай айтқанда. Сфера. Оған құртқан уақытыңызды сіз кәдімгі универдің сабағына, либо осындай курстарға, либо өзіңіздің дамытатын басқа кітаптарға құртсаңыз, сіздің деңгейіңіз әлдеқайда жоғары болады. Бір. Екіншіден, инвестицияға ақша құйғыңыз келсе, медициналық кітап жинаңыз. Өздеріңізге керекті жаңа айтқан физиологиядан ба, қайсысы капрал деген да? Каплан. Қай дейді? Мен сашы оқымаған оны шын айтсам. Каплан бүкіл бірінші курстан бастап, 7-ші курсқа дейін сабақтар бар. Вот сондай кітаптар алдыңыздар. Мен өзіме қойылған инвестиция қандай деп айтатын болса, маған осы айтатын адам болмаған кезінде. Реально айтам сіздерге, соны кезінде жақсы оқығанмын. Мысалы үшін мен қазір реально айтам, Инстаграм жасым, қиналам оқуға. Түсіндім, что оқу керек негізі қайттан повторение деп өз-өзіме қойып, қайттан оқып шығып жатырмын. Анатомияны бітірдім, мысалы үшін. Енді мен химияға кірдім, яғни биохимияға келдім жақында. Биолог алмасуынан бастап бітіремін. Осындай қателікке жіберместен дер кезінде оқып тастасаңыздар, айсағайларыңыз сияқты отырасыздар. Түсініп тұрсыздар ғой да, қандай инвестицияны өзіне құйған. Мысалы үшін маған осылай айтатын адам болған, ал мен білімге емес, публикаға жақын адам болғандықтан, табиғаттан осындайларға көп қызып кеткен. SMM деген танымалдылық болу, Инстаграм жүргізу, басқа да. Егер осы жерде тоқтай тұр деп сіз маған мен сияқты беріп айтқанда, сен асықпа, білімін жина, сосын қалғаны болады бәрі, келеді деген сияқты айтқан адам болғанда, мен SMM-ге уақытымды құртпайтын едім, мобилографияға уақытымды құртпайтын едім, басқа бір фигня жұмыстарға ақшамды уақытымды құртпайтын едім. Бұл жерде тағы бір ғана менің жеңіп қалғаным, Неттердің кітабын алып қалғам, 45 теңгеге. 2 Сергейге кітап алып қалғам, соның өзі менің кітап былай айтқан инвестициям өзіме деген. Вот менің қысқаша айтып кеткенім осы, әлі алдағы тақырыптарда айтатын боламыз. Сіз осы тақырыпқа өз ойыңыз қандай? Инвестиция тақырыбына. Жастар қандай инвестиция кірткені жақсы? Вообще, жаңағы негізге бір не айтып кетейін. Қарама-қарсы пікір. Негізінде мобилография, SMM деген керек деп ойлаймын. Неге? Өйткені қазіргі кезде 21-ші ғасырда врач жерге объявление бере алмайды, оны ешкім көрмейді. Сол себептен де ол өзінің Инстаграм жүргізу керек. Инстаграм жүргізуінде тоже не керек? Білім керек. Мен қажет емес деп тұрған жоқпын, просто мен білетін студенттер бар, SMM-мен мал табам дейді. Ол хобби ретінде болса, өзінікі болса қайта хорошо, мен қолдаймын оны. Қайта 21-ші ғасырда өзінің личный брендін қалыптастырған жақсы. Бірақ біреудің сайтын жүргізіп беремін деп, біреуге барын салу, сол арқылы ақша табам, таргет жүргізіп ақша табам деген чөт мен келіспеймін оған. Мен де өзім де ойлаймын. Негізгі мен вообще былай ойлаймын. Адам өзінің дәрігерлік ісін менің өзім ойым, хобби ретінде жасау. Неге? Өйткені
адам айлыққа жұмыс жасайтын болса дәрігерлік ісі бойынша, онда ол шаршайды, біріншіден желаниясы кетеді, екіншіден өзінің келген пациенттеріне дұрыс ем қоймайды. Егер сенде дополнительный пассивный доходың болса, мысалға жаңағыда SMM біреуге жүргізіп бердім, пассивный емес, доходың көп, и врач деген істі сен по кайфу дейді ғой, по кайфу жасауың керексің да. Қанша төлесе де ше, сол кезде адам по кайфу жасайды. Мысалға менің ұстазым реаниматолог кісі, оның отелі бар, өзінің жеке бизнесі бар, отелі ойлаңызшы, отелі бар. Ол реанимацияға по кайфу жұмыс жасайды, по кайфу. Айлыққа қарамайды, түсіп жатыр ма, түспей жатыр ма, қызық емес та оған. Қанша сағат бүгін келеді, жұмысын жасайды, кетеді. Оның доходы бар да. Ол маған айтады, Азизбек, қазірден өзің бір бизнес аша бер. Врачтық ол дұрыс сенің негізгі жұмысың, бірақ ол сенің хобби ретінде болу керек дейді. Ол как пока келдің жұмысқа, рахаттанып ше, жұмыс істеп қарамайсың, рахаттанып, емдеп келесі пациент емдеп болды. Сондай деңгейде болуға тырыс деп айтқан. Ол сіздің жағдайыңызда. Не үшін? Мысалы үшін 5-ті бітіргеннен кейін жасымыз 24-25-ге келген соң, конечно, істеу керек. Ол істемесе болмайды. Мен айтқым келгені бастапқы курстарда, бастапқы базада. Мен не үшін айтып, потому что мен 3-ші курс кезінде осыларды бастап кеттім. Мен деген нәрселерге қызықтым да. Өзімнің қателіктерімнен келіп шығып айтып тұрғаным ғой. Лучше сол уақытта оқысаңыздар мықты. Негізі SMM деген ол нәрселер үйрену қашпайды. Да, конечно, қанша ерте басса сонша жақсы, бірақ ондай қатты асығып та қажет емес. Для себя түсіріп жүрсеңіздер, для себя өздеріңіз үшін болса, это нормально, бірақ андай мен реально өзім, ол қателік мен үшін. Енді кому как шығар, сіздің жалғастырып жүрсеңіз инвестициясын. Екінші, курсқа қатысу. Медицинада қазір кезде сабақ беру курсы өте көп. Ол бір жағынан жақсы. Қазақша контент көп, ағартушылықпен айналысатын өте көп. Мен үшін қуаныш. Былайша айтқанда қуаныш. Конкуренция емес, коллега. Конкуренция деп емес, коллега деп қарайсыз. Әлбетте, мен өте күшті. Конкуренция бәрі қазақтың балалары ғой, не істеймін, конкурент бар. Негізінде курсқа да мен үшін қатысу керек. Именно медицина саласы бойынша. Мысалға мен физиология оқытамын, фармакология оқытамын. Мен айтатын ақпаратты студент үйде ақты оқып алуға болады. Ол маған не үшін ақша төлейді? Любой курс сабақ түсіндіреді. Бірақ сұраңыз, зачем ақша төлеп ол жаққа барып сабақ оқу? Оны сен үйде де оқып аласың ғой. Ютубтан да көріп аласың. Не айтатын нәрсені Ютубта да бар, кітаптарда тұр. Оны оқып алады студент. Бірақ именно не үшін вообще курсқа келеді? Маған именно мен өзім айтайын. Мен курсқа келген студентке олар ала алмайтын нәрсені беремін. Ол бір-ақ нәрсе, ол макет. Макет дегеніміз не? Мен олардың оқыған нәрсесін, мен де сабақ түсіндіремін, базар жоқ. Оқыған нәрсесін барлығын аламын да миына макет құрып беремін. Мысалға, мен қазір фармакологияны сабақ беремін. Адренергиялық препараттарды немесе холинергиялық препараттарды түсіндіру үшін мен биохимиядан бастап айтамын. Мысалы, G-белоктар, өткен дәрілердің көбісі кіре алмайды, рецепторлерге. И және клинический моментін, и плюс жаңағыдай мына екі дәріні қоссақ тең қандай эффект деген секілді. Соның барлығын алам, өзімше түсіндіріп беремін. И сол ақпаратты олар биохимияда да қолданады. Өйткені G-белок мессенджерлер биохимияда да бар. G-белоктар, пожалуйста, подтверждение бар. И G-белок фармакологияда да бар. То есть ол алған макетті ол бүкіл жерге былайша айтқанда қоса береді, қолдана береді. И сол уақыттан импровизация қыла береді. Олар даже мен фармакологиядан кейін кітапты да ашпайды, тақырып түсіндіріп беремін ғой. Олар кітапты да ашпайды. Барады, қандай тақырып все уже айтып береді. Мысалы, антибиотик түсіндіргенде мен микробиологиядан бастаймын. Ол бактерияны сен ертең септический шок, септис болған кезде ана бактериядан бастап айтып бере аласың. Өйткені ол макет. Ол макетті студент өзі құра алмайды, оған адам керек құрып беруге ше. Түсіндіңіздер ғой? Тупо курс аштың, ля-ля-ля-ля сабақ түсіндіріп бердің, үйге жібер жерін студентті. Одан қандай плюс? Ол нәрсені ол үйде де істей алады. Менің мақсатым студентке макет құрып беру. Өз-өзіне сұрақ қою, ойлану, былайша айтқанда. Осының барлығы мен өзім лично макет деймін. Оны мен қазір 2021 жылы миыма келді, значит, студентке макет құруға жұмыс жасау керек. Вот. Поэтому есіңіздер ғой да? Мысалы, кейбір адамдар айтады, ЭКГ үйретіп беремін деп. ЭКГ-ні
экг по целу каждому десе шығып тұр видеолар мысалы. Жоқ, ол по каждому дегеннен бөлек экг курстарға қатысу керек, бірақ қай кезде қатысу керек? Когда сен физиологияны білесің жүректен, когда сен подвизді білесің жүректен, и сен когда кардиологияны білдің. Енді маған экг керек деген кезде ғана бар, пожалуйста. А бірақ сен зеленыйсың, дым да білмейсің, экгге барасың, барып түсініп біл, бірақ миыңда түк те қалмайды. Өйткені сен түсінбейсің ана. Бір физиологияны алатын болсақ, мысалы п тишесі не үшін олай болып жатыр, соның барлығы физиология түсіндіріп береді. Патологиясын аритмиялар түсіндіріп береді, подвиз мысалы. Фармакологиясын алып жүресің, дәріні берсең қалай болады. Осының барлығын құрып ғана барып, экг курсқа қатыссаң, тогда пожалуйста. Плюс болады. А былай тупо бара салу өте қате. Менің ойымша. Вот, сіздің ойыңызша бар негізі дұрыс ой. Потому что егер фундамент болмаса, не құрсаңыз да құлап қала береді, как түріктердің үйлері сияқты. Сондықтан базалық сабақтар қаншалықты маңызды екенін түсініп тұрсыз ғой да. Обычно университетте беріледі анатомия, гистология, физиология, фарма, подвиз, патанда. Осы сабақтарды барыны оқысаңыздар, осы кішігірім бір нюанс айта кетейін, осы базалық сабақтар жақсы 3 жыл барысында мықты оқып алса, қалған сабақтар соны айналып отыра бересіздер. Не ол 4-ші курста мысалы үшін пневмония деп келетін болса, сіз өкпенің анатомиясын білесіз, пневмония қай жерде болуын, орналасқан патологический очагтарды білесіз, оны не қоздыратынын микробиологияны білесіз, уже қалай дамитынын патофизиологиясын білесіз, клиникасын түсініп тұрсыз не болатын симптомдар, это тоже патофизиология, артынан лечение, это фармакология. Сіз оқитын столько диагностика болды, басқа ештеңе емес. Түсінікті ғой, соның үшін барынша осыны айту керек негізі. Енді біздің университеттерде так айтылу керек болған тағы бір тақырып, ол тіл білу мәселесі. Не болмаса ағылшын тобы бізге қажет па жалпы? Ағылшын тобы университетте. Жалпы ағылшын тілі бүкіл бұрында врачты дәрігерлік істер, дәрігерлер бұлар бұрында латын тілін меңгерген. Бүкіл дәрігерге латын тілін меңгеру ол парыз болған, былайша айтқанда, міндетті болған. Ал қазіргі кезде латын тілі ол ешқандай елде қолданбайды, Ватиканнан басқа, иә. Қазіргі тіл бүкіл дәрігерлер үшін ол ағылшын тілі. Ол міндетті. Ағылшын тілін білмей, сен ары қарай көпке ұзаққа бармайсың. Өйткені новый статьялар, новый жаңағыдай системный обзор, метаанализ, одан да бөлек рандомизированный исследованиялар, кітаптар, неше түрлі гайдлайндардың барлығы ағылшын тілінде жазылған. Ағылшын тілін білмей ұзаққа бармайсың. Поэтому ағылшын тілі өте маңызды. Хайылд дейді ғой. Өте нотебаны деп қой. Нотебаны ағылшын тілі маңызды. Ағылшын тобы керек деп ойлаймын. Неге? Егер сен возможность болса, ағылшын тілін бар оқы. Тобына именно. Менде жолдас баларым болды, ол ағылшын тілін білген жоқ. Бірақ 3 айдың жазында ол интермедиат деңгейіне жетті и барды да ағылшын тобына қосылды. Ол жақта көбінесе индустар болды, инклюзивный группа деймін оны, сол жақта оқыды ол. Қазір ағылшынша сайрайды. Дым да білген жоқ, бірақ тырысты, қиын болды деді маған, экзамен деді, тест тапсыруға деді, қиын болды. Бірақ қазір емін еркін ағылшында кітап оқиды, USMLE-ға дайындалып жатыр қазір, емін еркін. Сол үшін университетте ағылшын тобын болу бұл студенттерге керемет мүмкіншілік деп ойлаймын. Сол себептен де құрметті студенттер, егер де ағылшын топ ашылса, мүмкіншілік болса, неге бармасқа? Көру керек. Мен де соны студенттеріме айтам, студенттер ол тіл білу керек. Оны мен бәріміз білеміз, тіл меңгеру керектігін, тіл үйрену керектігін да. Бірақ көп әрекет жасамайды, неге өйткені оларға маңызды екендігін түсіндіре алмайды. Көп студенттер елестете алмайды, маңыздылығы қаншалықты екендігін. Не үшін олай айтып өйткені мен өзім басымнан өттім. Мен де былай жүрді, бізге Ерлік Мұратұлы айтқан, оқыңдар деп. Бір бастаймыз бітіріп тастап қойдым, бір бастап тастап солай жүріп алдыңғы жыл за граница шығып келген кезде маған английский деген мұрнымнан шығарып алды. Өте керек тіл болды, прям қиын, өте қиын тіл, қиналдым сол тілді білмегендіктен. Солай маңыздылығын түсіндім. Соның үшін студенттеріме айтамын, барыңыздар деп. Ол мысалы үшін қиын шығар басында анатомия, физиология, гистология оқитын кездерді да, подвиз енді қиын болған кезде қалай істеу керек деп айтамын. Айына бір уровень емес, жылына бір уровень қойса, соның өзі бірінші курста элементary бар, потом уже про интермедиат, потом интермедиат бір үшінші курсты бітіріп, төртінші курста уже сіздер как upper интермедиат болып тұрсың, нормально, ол жаман нәтиже емес.
өте жақсы нәтиже апыр интермедиат болып тұр. Сізде 5-ші курс бітірген соң не только 4 осы апыр интермедиатке жетіп алып, ары қарай біздің академический университетпен шетелге шығып қайтуға болады. Ағылшын тілін білсеңіздер бір. Ал басқа тілдерді ол резидентураға тапсырғанда, врач болып тапсырғанда көре беретін болса, оны басқа шығарындарды айтатын боламыз. Жалпы ағылшын курсқа айтып кетейін, қатысудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені мен 6-шы класстан бері ағылшын курсына қаншама қыруар ақша кетті. Мысалға, ағылшын курстарда бір уровеньді 3-4 ай созып оқытады. Одан да өзің English file деген кітап бар, соны алып, главное ағылшын тілінде сөз жаттауға болды. Ең главное, любой тілде словардың запасы болса, грамматиканың бүкіл жерде орыс тілінде де, қазақ тілінде де бәрі бір жерде бірдей. Поэтому оған бір система керек те, өзің құрып алуың керексің, қалай оқу керек болды. Күнде 15 минут бөл, бол сол былай жетеді мысалға. Даже ағылшын кітаптарды оқып, медицинский ағылшын тілін меңгеріп алуға болады. Мысалға, pregnancy деген сөз мен білмегенмін. Беременность мысалға. Pregnancy, диабет деп тұрады, мысалы, ол не? Жүктілік келген диабет. Сосын оқисың, все, pregnancy деген беременность. Уже сразу бір жағынан информация, бір жағынан сөз. Поэтому лучше сразу ағылшын кітаптарды оқымай, ағылшын меңгеріп аласың. 3 ай қиналасыздар, мен секілді. Кім оңай болады? Сіздерге айтары көп, жастардан керемет ұсыныстар. То есть ақыл кеңестер осыны дұрыс пайдалансаңыздар, реально айтады, сіздерге өте пайдалы болады. Өйткені мынандай айтатын адамдар біздің кезде болған жоқ. Болған болса да айтпаған шығар, білмеймін не үшін екенін. Енді студенттерге тағы мен айта кетейін, көп жерде, көп жағдайда жетпейтін ол клиническое мышление. Жалпы ол не? Студенттерге мысалы сабақ беріп жүрген сіздің өзіңіз ойыңыз қалай болу керек и қалай дамытамыз? Клиническое мышление деген оған бір анықтама жоқ деп ойлаймын. Өйткені әркім әрқалай анықтама береді. Бірақ клиническое мышление дегенді өзім бір анықтама берейін. Бұл сенің қалтаңда жүріп ұстап жүрген қаруың ғой, былайша айтқанда, любой момент шығарып, науқастың ішін өмірін алып кететін өліммен қарсы қолданатын бір құралым. Любой ситуацияда, больницада сен бір ситуация болады, сол ситуациядан шығу үшін саған сол мышление керек. Ол мышление қаяқтан вообще дамиды. Бірінші курстан бастап қазірге келген дейін оқып жатқан ақпаратын барлығын алады да, каша қылады да, бір үлкен бір продукт шығарады. Осы продуктты клинический мышление. Бірақ осы бүкіл 7 жыл мысалға оқисың университетте, 7 жылдың ішінде сен әр жылдың ішінде өзің бір керек нәрсесін бәріне дұрыс істей қоймасаң, бірінші курста анатомияға дұрыс істей қоймай, физиология, үшінші курста патвиз жинаған кезде сенде бүкіл 7 жыл, сол кезде сенің продуктың сапасыз болуы мүмкін. Барынша сапалы болу үшін әр курста, әр сабақта манағы айтқан 3 сұрақ бар ғой. Сол 3 сұрақты қойсаң, потихоньку жинайсың да, диплом алған кезде сен өзімен өзі клинический мышление дамиды. Бірақ бұл продукттың дамуына тағы екінші нәрсе керек, ол кейстарды көп шығару. Ол самый важный. Өйткені сен жинап жатқан продуктыңды тренировать етпесең, ол продукт былайша айтқанда не накачанный болып шығады да, качок қылып шығару үшін бұны күнде тренировать ету керек. Мысалға, фармакологияны оқып жатсың, кейстер шығады мысалға. Патвиз оқып жатсың, кейстер шығады. Интернетте көптеген кейстер бар. Можешь first жаңағыдай USML-дің, Emboss'тың кейстарын, Q-банктарын шығаруға без проблем. Главное кейс шығару. Осы продукты алдың, плюс кейс, мынандай клинический мышление шығады. Сол кезде сен неге барған кезде, больницаға барған кезде симптом түсті, надо сен уже миыңды күнде кейс шығарып жатқан соң, сенде не болады? Ми болады. Бізде патвизде кейстер шығарып жатыр, күнде жағдаят есептер. Бірақ біз түсінбейтініміз қалай шығады, өйткені біз физиологияны білмейміз. Сол үшін бізге екі нәрсе керек клинический мышление дамытуға. Ол сенің базаң и кейс шығару. Осы екеуін қосқан кезде менің ойымша клинический мышление деген бір нәрсе шығады, бір продуктқа. Енді осы жерде айтып жатқан кейсіңіз мысалы үшін студенттер түсінбеуі мүмкін, немесе мектеп оқушылары кейс дегені нені ойлап тұрсыз? Кейс деген клиникалық жағдаят есептер. Мысалы, науқас 28 жасы түсті, мынандай жалғыздар бар, сұрақ. Не үшін? Мысалға, гломерулонефритпен науқас түсті, беті сынып тұр, сұрақ.
не үшін беті сынып тұр? Саған сұрақ та. Тұрасың да жауап бересің. Онтологическое давление за счет там фильтрацияда гломеруста тесіктер болды, стрептококктар тесті деген секілді. И фильтрациямен бүкіл жаңағыдай белоктардың бәрі шығып кетті. Фильтрация бұзылды. Белок суды тартады, то есть белок суды тартатын қасиеті бар. А егер суды тартатын нәрсе жоқ ағзаңда, жидкостің бәрі қайда кетеді? Сенің бетіңе кетеді деген секілді. Сонда бір нәрсеге. А сен уже науқасың келіп тұр. Науқасың келіп тұр. Беті сынып тұр. Сен уже бетіне қарап, мына жеріңе көз алдына механизмді ұстап тұрсың. Проблема бүйректе екенін түсініп тұрсың уже. Әшін бетін қарап ақ. Сен анализ жіберсең де, сен анализде қандай результат болатынына дейін біліп тұрсың уже. Протеинурия болатынына, гематурия болатынына дейін. Аласында пақет емдеп істейсің, ол проблема емес. Поэтому клиническое мышление, ол айтып отырмын, қару сені бүйтіп шығарып бақет ата салады секілді. Поэтому ол керек нәрсе, өте керек. Бірақ клиническое мышление бұл үздіксіз жүретін процесс. Менің әлі күнге дейін клиническое мышление дамытып жатырмын. Өйткені опыт аласың. Майда кішкене қосып керек, опыт деген нәрсе. Клинический опыт, больницада жүресің, неше түрлі ситуациялар бар, оның бәрі менде сақталады. Келесі пациент келгенде оны уже қолданасың. Поэтому ол бір шығарып алдым, болды, мен оны өмір бойы қолданамын деген нәрсе емес. Ол өмір бойы сен өлгенге дейін, қабірге дейін дейді ғой ана қара кезек. Сол секілді қабірге дейін ол сенің қасында жүреді. Сосын үйренген білімді біз қалай есте сақтап қаламыз дейтін болса, біріншісі осы кейстер алып, екіншісі қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой, үйрету арқылы үйрендім деген. Сіз біреуге егер біліміңізді үйрете алсаңыз, біріншіден ол сізге ақша алып келеді. Қазақтар ақша жақын ғой негізі, ойланып елестете алыңыз. Это естественно ақша алып келеді. Екіншіден ол сіздің былай айтқанда біреуге түсіндіріп беру үшін, біреуге бір тақырып түсіндіріп беру үшін как минимум оны өзіңіз отырып 2 күн оқисыз. Қаншама кітаптарды қарап шығасыз. Мысалы үшін түсіндіріп беру. Мен оны өзіме прекрасно түсіндім. Мен бұрын білетін едім. Бұрын осының сыртқа 2 бөліктен тұрады, мынау деп та айтып бере салам ғой деп. Отырдым, айтайын десем, не айтып білмей қаламын. Өйткені ақпаратты жүйелендіре алмаған бір өзім практически білемін деймін, теоретически біреуге түсіндіріп бере алмайсыз. Ал түсіндіріп беру үшін мен отырып кәдімгі мұрынның, сыртқы мұрынның өзін, анатомиясын, иннервация, кровоснабжение былай айтқанда бәрін отырып бір күнім кетті түсіну үшін. Это сыртқы мұрын. Ал мұрын қуысы бар оның. Анатомияда мысалы үшін дәл сол сияқты ғой, басқа нелері. Венозный петлялар артында. Ол былай айтқанда ол оңай жұмыс емес біреуге түсіндіріп беру. Егер соны сіз біреуге түсіндіріп бере алсаңыз, значит оны сіз түсіндіңіз. Ол ешқашан ұмытылмайды. Вообще ұмытылмайды, мен сіздерге айтайын. Сондықтан Азизбек ағайларыңыз сияқты бірінші тиімге жұмыс жасап көріңіз. Егер қолдарыңыздан үйрете алу келсе, бір. Екіншіден, студенттер сізге риза болса, ағай рахмет деп ризашылығын білдірсе, одан кейін уже ақшаға көшуге болады. Өйткені ондай кезде уже сіздер сенімдісіздер, берген біліміңізге гарантия бере аласыздар, нәтиже шығады, студенттер риза, студенттер нәтиже шығарды, болды. Неге онда ақша жасамасқа, ақша істемеске? Бірақ оған дейін мен айтатыным, ақша деп кету керек емес. Стипендияларыңыз былай айтқан қанша? 60 000 теңге ма? Нормально ғой қазір. Нормально, бірақ жетпейді. Жоқ, енді сіздер интерн 70 000 емес па? Интернатура бәрібір жетпейді. Да, жетпейді, хорошо, но интернатурада естесен жетпейді, өйткені үлкен курс болған сайын үлкен расход көбейе береді. Бірінші, екінші курстарға айтарымыз, барынша стипендияны бағалап, не істеңіздер, білімге жұмсаңыздар, өздеріңізге білім алып алыңыздар, сосын ақшаға жайлап көше бересіздер. Еще дорожканы алып тастады. Все, вроде біздің әңгімеміз жарты сағат болады деп ойлаған едім. Қанша болып кетті бізде? 1 сағаттан асып кетті. Біз үшін арнаған 1 сағат уақыттарыңызға рахмет, риза болыңыздар, барынша пайдалы болуға тырыстық деп ойлаймын. Алдағы уақыттарда біз Азизбекпен көптеген пландарымызды жоспарлап отырмыз. Құдай қаласа, осындай шығарылымдар көп болсын деген ниеттеріңіз болса, қолдауларыңыз болса, каналға жазылып қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып қойыңыздар. Лайк басу деген бізге былай айтқанда жаңаға айтқанымыздай энергия болады. Өйткені біздің жұмысымыз бағаланып жатыр, что пайдалы болып жатыр деп. Сонымен қоса тағы айта кетейін, ұмытпаңыздар, Азизбек ағайларыңыздың 50% любой курсына тегін, то есть скидкамен қатысу 50%. Екінші кітабы «Будет больно» деген өте жақсы анестезиологтың кітабы емес пе, да ол? Жоқ, терапевт.
кешіріңіздер, терапевттің кітабы мына жерге шығарып қоятын боламыз. Скальпельдің былай халаттың суреті тұратын кітап қой. Мен оны өзім оқып көрмегенмін. Соны сіздер оқып көрсеңіздер болады. Бір, оның ішінде точно мен білетінім, если медицинский болса, қызығуларыңызды арттырады. Сізге де рахмет. Енді өзіңіздің қорытынды сөзіңізді айта кетсеңіз, студенттерге, көрермендерге не деп айтасыз, не дейсіз? Сабақтарыңды оқыңдар, білімге бағаға жүгірмеңдер, ақша болады уақытымен, барынша больницада тегін жүріңдер, сабақ көп оқыңдар, сол ертең сіздерді алып шығады деп ойлаймын. Сол себептен настроение түспесін, санитарлар неге деп ұрысып жатса, мұғалімдер тиісіп жатса, оның бәрі уақытша нәрсе. Сіздер Құдай қаласа главный больницада главный адамдардың бірі боласыз болашақта. Соны көре алмайды, поэтому сіздер жамандай береді. Сол себептен де оймаңыздар, оқи беріңіздер. Дым не қылатын жоқ дейді. Рахмет сіздерді көргендеріңізге. Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Біз сіздермен бір ай барысында жеңімпазды анықтайтын боламыз. Келгеніңізге рахмет. Көп сіздерге.